Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үй жағдайында оңай дайындалатын осындай печеньелердің рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен ыдысымызға 180 грамм бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Және 2 жұмыртқа, «70 грамм кукурузный крахмал» саламыз. Және 150 грамм қант саламыз. Жақсылап қанты ерігенше, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне 250 грамм електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп араластырамыз. Жұмсақ тесті дайын болады, кішкене қолға жабысатын. Міне дайын болды. Енді ортасына мен миндаль салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген дәнді салсаңыздар болады. Грек жаңғағы болсын, кешью болсын. Осылай видеодағыдай етіп, дөңгелектеп формамызға салып шығамыз. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне 20 минутта дайын болды печеньелеріміз. Өте әдемі, жұмсақ қызарып пісті. Енді осылай ақ шоколадты ертіп алдым. Кез келген шоколадты пайдалана берсеңіздер болады. Осылай видеодағыдай етіп жағып шықтым. Және миндальді ұсақтап турап алдым. Соны әсемдік үшін бетіне септім. Ол маңызды емес. Сіздер салсаңыздар да болады. Салмай-ақ осылай да дастарханға ұсынсаңыздар болады.
Қыздар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Міне қыздар, біздің печеньеміз дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер.